Мәжіліс депутаттары креативті ойлау мен шешен сөйлеуді үйретеміз деп адамды арзан жарнамамен алдап шақырып іс жүзінде психологиялық, моральдық қысым көрсететін курстарға құқықтық баға беруді талап етті. Пікірлерінше психолог, коучтардың әрекеті заңсыз болса, қатаң жазалануға тиіс. Әсіресе насихаты жер жарып тұрған вектор, лидер-мотиватор, mindfulнess сияқты тренингтердің мазмұны мен қолданатын әдістемелерін тексеру қажет. Курста адамды көпшілік алдында жеке проблемасын, өз айып кемшіліктерін ашық айтуға мәжбүрлейді. Бірі жылайды, бірі айқайлайды, бірі күледі, бірі билейді. Тіпті кейбіріне еденді тілмен жалау, бір-бірінің түкірігін ішкізу сияқты айтуға ауыз бармас сорақы әрекеттер жасатады. Ер адамға әйел киімін киіп, көшеде жүру тапсырылуы мүмкін. Немесе өзін қаңғыбас кейпіне салып, қоқыс маңында тамақ жеу талап етіледі. Депутаттар осылайша тренингтер тәжірибе алаңына айналғанын айтты. Сондықтан коучтардың мәжбүрлеу және манипуляция белгілері бар әрекеттеріне құқықтық баға беріп, анықталған деректер бойынша нақты шаралар қабылдауды ұсынды. Сондай-ақ тренингтік бағдарламаларды лицензиялау мен мемлекеттік реттеу тетігін енгізуде маңызды.